Дәл қазіргі 2026-ның ақпанынан бастап ақш пен Иран арасында қақтығыс басталды. Ол қақтығыста ешқандай жазығы жоқ қыздар мектебіне үстіне жарылғыш тасталды. Ендігі мәселе бір ғана Қытайға Израиль, ақш, Сауд Арабиясы, тіпті оның басқа елдер, Германиялар барлығы қарсы шықпақ. Алайда Қытай өз билігін айтып, Қытай мен Солтүстік Корея Иранға көмектеспек екен. Ал Қазақстанның көмегі Ираннан келетін босқындарды қабылдауға дайын екендігін ақпарат жүйесінде дабыл қағып айтты. Шынымен де Ирандағы босқындарды қабылдасақ қалай болар екен? Өз басым қабылдауға қорқатын едім. Ол босқындар қазір келгенімен кейінгі уақытта қылмыс жасап немесе террористік ұйымға қатысы бар бола ма? Қазақстанға да қауіп төніп кетсе қалай? Сол үшін де қорқамын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ираннан келетін босқындарды қабылдағанымыз қаншалықты дұрыс және бұрыс? Ел амандығын тілеймін. Еліміз тыныш болсын.